Бүгінгі тақырыбымыз бізде кітабымыз Мағжан Жұмабаевтың педагогика кітабы. Бұл жайлы кішігірім бастап өтейік. Әркімге 5 минуттан беремін, мұқасына берілді. Жаңа бастап өттім бізде. Жалғас Қанатүл бастап кетсеңіз. Кітап беттерінде негізінен бұл онда тәрбие ұғымы, оның маңызы, ұлттық тәрбие идеясы және тәрбиешінің міндеті баланың табиғаты туралы жалпы көзқарастар туралы айтылған. Яғни басында бізде кіріспе және педагогика маңызы туралы алғашқы беттерде Мағжан Жұмабаев педагогиканы не үшін қажет екенін түсіндіреді. Ол тәрбие ұлттың болашақта анықтайтын ең маңызды күш екенін айтады. Халықтың өркендеуі баланың дұрыс тәрбиесіне байланысты түйіндейді. Және тәрбие дегеніміз не? Мағжан тәрбие ұғымына кейін түсінік берген. Тәрбие баланың денесін, жанын, ақылын, мінезін жетілдіру үшін жасалатын мақсатты әрекет. Ол тәрбиені тек мектеп жұмысы емес, отбасы, қоғам және қоршаған орта бірлесіп атқаратын міндет деп көрсетілген болатын. Ұлт тәрбиесі және ұлттық рух. Алғашқы беттерде автор тәрбиені ұлттық рухпен байланыстырады. Әр халықтың өзіне тән мінезі, дәстүрі, мәдениеті бар. Сондықтан тәрбие сол халықтың табиғатына сай болу керек дейді. Және тәрбиешінің рөлі. Мағжан балаға әсер ететін негізгі тұлға тәрбиеші екенін атап өтеді. Тәрбиеші білімді, мәдениетті, жүрегі таза, баланы сүйетін адам болу керек. Оның ойынша тәрбиеші баланың жанына әсер ететін шебер суретші сияқты. Және бесіншісі бұл бізде бала табиғаты. Кітаптың алғашқы тарауларында бала өз алдына жеке әлем, өзіндік қасиеттер мен қабілеттерге ие жаратылыс екені айтылады. Тәрбие баланың табиғатын жоймай, керісінше дұрыс бағытта дамыту туралы айтады. Және педагогиканың ғылым ретіндегі орны. Мағжан педагогика ғылымының негізгі міндеттерін түсіндіреді. Бұл адам тәрбиесін зерттеу, тәрбие әдістерін жүйелеу, баланың даму ғылыми негізінде түсіндіру туралы айтылған болады. Келесі. Ол адамның бес сезімі туралы. Бес сезімнен басталады. Есту сезімі. Бұл жерде айтқысы келгені бала әртүрлі біздің жыр күйлерімізді есту арқылы өзіне белгілі бір тәрбиелік мән алатын туралы айтылған. Біз мысалы көру арқылы тек қана адамның сыртқы бейнесін көрсек, ал есту арқылы адамның ішкі жан дүниесін біле алатыны туралы айтылған болатын. Келесі бізде сипау сезімі. Сипау сезімі баланың неше түрлі заттарды ұстау арқылы өздерінің қолдарын дамыту және де ажырата білу туралы айтылған. Ет сезімі деген ол балалардың дене қозғалысы, секіру, жүгіру арқылы олардың шымыр болуы туралы айтылған болатын. Келесі иіскеу, тату сезімі. Балалар неше түрлі иіскеу, дәрді тату арқылы ненің ащы, нені тұщы, нені тәтті екенін ажырата алатын туралы айтылған болатын. Келесіде бізде іскерлік тәрбиелеу туралы айтылған болатын. Іскерлік тәрбиелеу дегенде, оны айтылмай айтқанда, бұл бізде зейін деп атаймыз. Зейін баланың зейін деген жалпы бізде белгілі бір нәрсеге өзінің ойын нақты қарау, ой бөлу ғой. Осы жерде зейінді қалай біз дамытамыз, сол туралы жазылған. Мысалы, балаларды әртүрлі қызықты материалдар, көрнекіліктер, немесе өзінің дауыс ырғағымен зейінін аударатын болсақ, зейінін бұзатын нәрсе ол бізде балаларды үстел үстіне артық нәрселердің болуы, немесе артық дыбыстың болуын айтады. Және де зейінді қалыптастыру кезінде бізде ең маңызды нәрсе ол сыныптағы атмосфера, сыныптың тым ыстық болмауы, тым суық болмауы, баланың зейінін құртады тоже. Немесе жанындағы балалардың шулап отырған, немесе балалар жүгіріп келіп, ойнап келіп, бірден сабаққа отырса, ол да бала өзінің зейінін сабаққа аудара алмайды. Осы жерде бізде балалардың сол зейінін қалай біз қалыптастыратын туралы айтылған болады. Мағжан Жұмабаев педагогика кітабы ең бірінші ассоциациялар жайлы айтылған. Бұл жерде ассоциация яғни тұқымдастық және қарсылас ассоциациясы. Яғни адам бір затты суреттеген кезде оған ұқсас екінші зат өзінен өзі еркінен тыс еске түседі. Бұл тұқымдастық ассоциациясы. Ал қарама қарсысын көрсеткенде қарсы ассоциациясы. Бұл мұғалімнің оқыту кезінде
оқыту кезінде қарсыластықты пайдаланып оқушыларға ұғындыруды жеңілдетеді. Және де оқытудың сыртқы сезімдердің қатынасы жаңа нәрсені балаға жақсы ұғындыру үшін мүмкіндігінше көз, құлақ, дәм, ұстап көру сияқты, естіп көру сияқты көптеген сыртқы сезімдерін қатыстырған дұрыс. Бұл білімнің бекітуін жеңілдетеді, күшейтеді. Жаңа білімді бұрынғы біліммен байланыстыру, бір затты тез әрі ұзақ есте сақтап қалу үшін оны баланың бұрынғы білімімен ұштастыру керек. Сол кезде баланың есте сақтауы оңай болады. Пысықтау, жаттау және қайталау қажеттігі. Қайталап пысықтау арқылы жаңа білім тұрақты болады. Бірақ құрғақ жаттау емес, оның ең бірінші мазмұнына және қызықты қайталауға мән беру керек. Және де қиял жайлы айтылған, қиял туралы бөлімі, қиял ұғымы жалпы бұл адамның шынайы өмірде көрмеген, бірақ елестету арқылы ойша жасалатын әрекет. Ол жаңа идеялар тудырады, және де болашақты жоспарлауға көмектеседі және шығармашылықты дамытады. Қиялдың да түрлері бар, ерікті және еріксіз қиял. Еріксіз қиял ол адамның есіне ойынан тыс автоматты түрде пайда болады ойына. Ол яғни түс көру, немесе миға, ойға кенеттен келетін әртүрлі бейнелер, елестер. Арқарай ерікті қиял түрі бұл адамның мақсат қоя отырып, ерікті түрде мақсат қоя отырып, оны дамытатын қиял түрі. Бұл жерде де бос қиял және фантазия деп бөлінеді. Бұл нақты өмірде, фантазия ол нақты өмірде болмайтын, бірақ адам елестету арқылы жасайтын бейнелер. Олар шексіз және еркін болады. Жалпы бұл қиялды дамыту, ол қиялы дамыған бала, ол қиын кездерде шешім таба біледі, проблеманы шешу жолдарын таба біледі. Сондықтан да бұл да сабақ барысында қажет, керек деп ойлаймыз. Темізде осындай керемет шара, кітап оқу деген керемет шаралардың бір ашылып жатқанына қатты қуанып отырмын. Тем более бүгін маған педагогика кітабы түскеніне қатты қуанып отырмын. Бұл кітап Мағжан Жұмабаевтың осы педагогикасы екі нәрсе жайымен сөйлейді екен. Бірінші дене тәрбиесі болса, екіншісі жан тәрбиесі. Маған дене тәрбиесі түсіпті. Дене тәрбиесі Мағжан дене тәрбиесін баланың дұрыс өсіп жетілуінің басты шарттарының бірі ретінде қарастырады. Оның пікірінше дене тәрбиесі рухани, ақыл-ой тәрбиесімен қатар жүретін тұтас тәрбие жүйесінің бөлінбес бөлігі екенін айтып өтеді. Бұл жерде денсаулықты, жаңағындай табиғи орта мен ауа райының маңыздылығын айта кеткен, баланы таза ауада ұстау, күн сәулесіне мол түсіру деген сияқты. Және де мына бір сөздері, Мағжан Жұмабаевтың керемет бір сөздері бар. Дене жанның қабы дейді. Қап берік болса, ішіндегі зат та берік болады дейді. Ал дене жанның құралы дейді. Ал құрал мықты болса, соның иесі де мықты болады деген сөз. Сау жан, сау денеде ғана болады дейді. Яғни сау бала болу үшін жаңағы дене тәрбиесімен, дененің шұғылдануымен, спортпен, жаңағы әртүрлі дене тәрбиесімен айналысу керек деген сөз. Мына сөз әрбір қазақ адамдарының, қазақ әйеліне керек деп ойлаймын. Сау жан, сау денеде ғана болады. Яғни жаңағы баланың мықты болып өсуіне өте үлесін қосуда. Ол және дене тәрбиесін тек күш-қуатты арттыру деп емес дейді. Денсаулықты сақтау, шынықтыру, табиғатпен үйлесімде өмір сүру және гигиенаны ұстану арқылы толыққанды адам қалыптастыру жолы болып есептелінеді. Бұл жерде 5-6 топқа бөліп тастаған екен Мағжанның негізгі ойлары. Бірінші топ денсаулық барлық тәрбиенің негізі, екінші табиғи орта, жаңа айтып кеттім, ауа райының маңыздылығын айтып өткен, баланы далаға шығару. Және үшінші қозғалыс, ойын және жаттығудың рөлі, көп жаттығумен дене шынығады, күш-қуат артады, ептілік пен шапшаңдық пайда болады деген сияқты. Және төртінші тазалық пен гигиена. Таза бала денесін күтіп таза ұстаған кезде таза киім кию, яғни жуыну, бөлмені желдету сияқты гигиеналық талаптарды қатаң сақтау кезінде бала өте дене бітімі де, дене тәрбиесі де нығаяды. Тамақтану тәртібі. Дұрыстап баланың ойы мен бойын өсіру үшін дұрыс тамақ құнарлы болу керек. Сол жайлы жақсы айтып кеткен екен. Және алтыншы ұйқының маңыздылығы. Мен бұл жерде ана ретінде өзім көп оқып отырып осы педагогиканы, именно осы педагогиканың ішіндегі осы бөлімді оқи отырып, көп өзіме, менде 3 баланың ата-анасымын ғой, бірақ көп білмейтін нәрселерімді осы жолы оқып, көп өзіме түртіп алдым. Бір жағынан бұл жерде айтып кеткен жаңағы ұйқының маңыздылығын,
баланың жас ерекшелігіне сай жеткілікті ұйықтауы да дене тәрбиесіне маңызды зор дейді. 8 сағат күніне кешкілігінде ұйықтап, күндіз 2-3 сағат ұйықтауы барлық сағатымен әрбір жасқа лайықты көрсетіп кеткен екен. Және баланы бесікке бөлеген кезде талдырып ұйықтатпау керек екен. Бізде қалай бесікке бөлеміз да жоқып екі жерден байлап тербетіп, ол ұйықтату емес, бала көзі жұмылып жатып ұйықтап жатса да бұл ұйықтату емес деген сөзі маған қатты әсер етті. Бұл сендер баланы, қазақ әйелі дейді, бұл сендер баланы ұйықтатқан жоқсыңдар, бұл баланы сендер талдырып ұйықтаттыңдар дейді. Өте сондай бір керемет әсер алдым осы сөздерден. Баланы талдырып ұйықтату бұл қазақ әйелдеріне жат нәрсе. Балаңа жау болмасаң, балаңды тербетіп ұйықтатпа деген екен. Сол маған қатты әсер етті. Сосын енді жүрек сағатына айтылады, яғни бұл жерде баланың қиялының дамуы, бала ертегіні жан тәнімен тыңдайды, ертегіні шын көңілмен сенеді, бала құрғақ ақылды ұқпайды, жандандырып суреттеп алып келсең ұғады. Мысалы, балаға өтірік айтпа деген құрғақ сөзін желге айтқанмен бірдей. Егер сен балаға өтірікші туралы ертегі оқысаң, ол сол жердегі өтірікшінің істеген іс-әрекеті жаман екенін өзіне сезініп, яғни қиялында оқыған кезде жаңағыдай оның дұрыс еместігін ұғады деп айтады жазушы. Баланың озат болуы үшін оның тәрбиесі толық ойлау қабілеті жетік болғаны маңызды. Мағжан Жұмабаев оқулықта ойдың пайда болуын зерттеп, түрлі мысалдармен келтіреді. Ойды 3 түрлі жолмен қарастырады. Атап айтсақ, дедукция, индукция и аналогия. Міне осы 3 түрлі жолды әрі қарай дамыта отырып, баланың саналы азамат болу үшін осы ұғымның қажеттілігін дәлелдейді. Сондай-ақ тіл туралы ерекше тоқтап, үлкен сезіммен жазады. Ұлт, яғни тілсіз ұлт, ол тілінен айырылған ұлт, дүниеде ұлт болмай жасай алмақ емес. Ондай ұлт құрылмақ. Ұлт болу үшін бірінші шарт тілі болу керек. Ұлттың тілі кемей бастауы ұлттың құри бастағанын көрсетеді. Ұлтқа тілінен қымбат нәрсе болмасқа тиісті. Қазақ тілінде қазақтың дархан даласы біресе желсіз түнде тынық, біресе құйында екпінді тарихи сары дала үдере көшкен тұрмысы асықпайтын, саспайтын сабырлы мінезі бәрі көрініп тұр. Яғни қиялды айта кете, адам кітапты оқыған кезде сол жердегі барлық персонаждардың эмоциясын бірге өздері оқиды. Яғни мысалға алсақ, бөлмеге кіріп келген кезде ағаштың иісі шығып тұр дегенде, адам соны оқып жатқан кезде ағаштың иісі мұрнына келуі мүмкін. Әртүрлі жаңағы сезімдердің миының жұмыс істеуіне қатты әсер етеді. Сондықтан да балалардың фантазиясына, қиялына аса мән беру қажет деп ойлаймын. Ал енді менің кезегім, жалпы бұл педагогика жайлы айтып кететін болсақ, бұл қазақтағы тұңғыш педагогика ғылыми кітап деп саналады. Бұл кітапта баланы қалай туылып өстіп, қалай оны тәрбиелеу, оның жан дүниесі, сезімі, эстетикалық сұлулық немесе ақыл тәрбиесі айтып кетеді. Ең маңызды баланы жан дүниесін тәрбиелеу, тағы да баланы жан-жақты дамытып, ұлттық рухтағы кемел адамда қалыптастыру. Жаңа таудың дені сау демекші, мен сіздерге айтатын сезім. Жанның сезім жайлы айтып өтсем, бұл кітапта баланың әрбір ісінде эмоциялық түрткі бар. Кез келген істі жасап жатыр ма, демек эмоциялық ода бірдеңе оған жан түнде қинап жатыр деген сияқты. Ашу ыза болса, неге ашу ыза болып жатыр? Неден баланың көңіл-күйі болмай жатыр? Не себептен ол бір баланың бір балаға тиісуі, немесе сабақты оқымауы, не себептен баланың тұйықталуы, барлығы айтылып кеткен. Яғни педагогика мен психологияны бір-бірінен тұтастырып айтылған баланың тәрбиесінде. Бұл жерде сезім қоршауы, қайрат пен ержігердің жан тәрбиесінің негізгі мақсаты баланың қайратты ержігерін, төзімділігін арттыру. Қайратты адам қаны ішкі сезімдерін тежей алады, қиындықтарға төтеп бере алады. Егер балада қандай да қиыншылықтар болып жатса, өзінің ашуын басқара алмай жатса, онда педагог немесе тәрбиеші оған жол көрсету керек, оны басу керек. Себебі бала ашуланып тұрып, басқа жаққа тез көңіл бөле алады. Егер балаға оған жол жоғын таба алсаң ғана, тәрбиеші міндетті түрде өзінің жол жорығын қалыптастырып отырып, балаға мейірімділікті, әділеттілікті қалыптастыру керек. Себебі біз бала ең
губка сияқты сіңіріп алады білімді. Біз өзіміздің ұстауымыз, педагогтың қалай ұстауы, тәрбиешінің қалай ұстауы ол балада жаттан қалып қалады. Сондықтан да педагог бұл ұлттың айнасы деп айта аламын негізі. Соған қарап балалар өзінің жан тәнін тәрбиелейді, тағы да сұлулық қалыптастырады. Мұғалімнің түріне қарап, киіміне қарап, жүріс-тұрысына қарайды. Соған қарап ұмтылады, мен осындай мұғалім сияқты болғым келеді, немесе мен осы тұлға сияқты үлкен тұлға болғым келеді деп балада этикалық, эстетикалық та жан не қалыптастыру керек. Балаларын жіркіп сөйлемеу керек. Балаға, балам келе ғой, осылай бүгін сен бүгін жақсы орындадың, молодец деп баласын ата-ана қолдап тұрса керек кезде, ол балаға деген мақтаныш, өзіне деген нені қалыптастырады, сенімді қалыптастырады. Ал сенімді ұрпақ ол болашақтың кемелі болып саналады. Оны тереңнен түсінуге мол тәрбие аларлық, жол көрсетерлік жазушының жазуы бойынша өте көп мазмұнды әңгіме бар. Баланың жаны тәрбие арқылы жетілдіру. Жалпы Мағжан осы бөлімде баланың тәрбиемен қалыптасуына жол ашудың бірнеше түрлі күштерін, оның ішінде ойлау, қиял, сезім сияқты ерік деген дұрыс бағыттың тәрбие арқылы дамитынын алдыға баса тартып айтқан екен. Бұл жерде